Күнсұлу Мұратбаева ана мен бала орталығының қабылдау бөлімінде акушер болып 3 жылдан бері қызмет етеді. Күніне 40 шақты елді қабылдайды. Қызығы мен шыжығы мол дәрігер болу бала күнгі арманым дейді. Жас маман жалақының артқанына дән риза. Қоғамдағы ең маңызды сала болып есептелетін медицина қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, еңбегіміздің қиындығын елеп, осындай жалақымызды көтеріп жатқандығына рахметімізді айтамыз. Өте аз мөлшерде жалақы алатын орта медициналық қызметкерлері үшін бұл үлкен көмек деп есептеймін. Және де барлық орта медициналық қызметкерлердің атынан өз алғысымызды білдіреміз. Жалпы медицина саласында жұмыс істейтін 225 мың адамның жалақысы 30% артатын болады. Айта кетейік, өңірде 2 мыңға жуық дәрігер, 10 мыңға жуық мейірбике қызмет етеді. Бюджеттен медициналық қызметкерлердің жалақысын көтеру үшін 1 миллиард 880 миллион теңге бөлінді. Оның ішінен қазіргі таңға дейін 228 миллионы жұмсалды. Көтерме жалақы әр маманның еңбек етуіне қарай төленеді, яғни KPI бойынша берілмек. Мекемелер қызметкерлерінің жұмыстағы үлесін санап, саралап, еңбекақыны соған сай есептемек. Сондай-ақ айлығы ең төмен саналатын медицина қызметкерлері мен орта деңгейдегі басқа қызметкерлерде бұл санатқа кіреді. Бастауыш медициналық көмек көрсету жүйесіндегі емхана дәрігерлері, акушер-гинекологтар, педиатрлардың да еңбекақысы артпақ. Жаңаөзенде жас проект жобасы аясында жастар өз кәсібін ашып жатыр. Мақсат кәсіпкерлікті дамытып, жұмыссыздар санын азайтуға бағытталған. Грант иелері түрлі бизнес ашып, тұрғындарды сапалы өніммен қамтып жатыр. Жазира Машкерова жас кәсіпкер. Ол көптен бері жылжымалы сұлулық салонын ашуды армандаған. Мақсатын жүзеге асыруға қаражат болмаған. Жас проект бағдарламасы аясында ұсынған жобасы қолдау тауып, 1 миллион теңгелік грантқа қол жеткізді. Біз бұл кәсіпті таңдаған себебіміз, бізде сұраныстар көп. Қазір салон өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Сондықтан біз осы кәсіпті таңдадық. Жоба шарты бойынша біз көпбалалы ана жағдайы жетпейтін мүмкіндіктері шектеулі жандарға үйлеріне барып макияж, прическа жасап көмектесеміз. Біз жастар орталығына өз алғысымызды білдіреміз, осындай бізге мүмкіндіктер беріп жатқандары үшін. Жас проект жобасының шарты бойынша 1 миллион теңгені екіге бөліп береді. Алғашқы сомаға кәсіпкер өзіне керекті құрал жабдығын алып, жұмысын бастайды. Қалған соманы нысан ашуға жұмсайды. Бұл ерекшелігі бізде, бұл жобаның ерекшелігі Жаңаөзен қаласында көп балалы аналар бар, үйге шыға алмайды, бала тәрбиесінде отырған. Кешке мерекелік шарасы бар. Осындай кезде бұл қыздардың көмегі керек болады. Мүмкіндігі шектеулі жандары бар, үйге шыға алмайды. Бұлар қоңырау шалып, қыздарға үйіне барып тегін қызмет көрсетеді. Жоба аясында грант иелері өз өнімдері мен қызметін отбасы жағдай етумен жалғызбасты мүмкіндігі шектеулі жандарға жұмсайды. 6 айдан кейін қайырымдылықпен айналысқан грант иелері өз кәсібін ақылы түрде жүргізеді. Бұл жастар үшін кәсіпкерлікке жол ашып, қайырымдылыққа баулиды. Айнұр Мейрамбайқызы, Баққали Зиядинов, жаңалықтар. Бұл дизайнерлердің сән көрсетілімі емес. Мына балақайлардың үстіндегі әдемі киімдерді қалауыңызға қарай сіз де жалға ала аласыз. Балаларыңыздың әртүрлі шараларда сәнқой болып жүргенін қаласаңыз, Кәусар карнавалдық киім орталығына келіңіз. 3 баланың анасы Жадыра Тасқынбаева қайтарымсыз 1 миллион теңгені ұтып алып, Жаңаөзеннің кішкентай тұрғындарының қуанышын еселеуге атсалысып жатыр. Осындай жобаға қатыстырып, грантқа ие болып жатқаныма барлығына алғысын білдіремін. Біз сияқты жас аналар, үйде отырған аналардың бизнес жасауға, жұмыс жасауға мүмкіндік бергеніне, ары қарай 6 ай тегін қызмет етіп, ары қарай өзімнің кәсібімді жалғастырамын. Жаңаөзенде кәсіпкерлердің қатары күн санап толығуда. Жас проект жобасының нәтижесінде жұмыссыз жастар бизнес әлеміне қадам басып жатыр. Карнавалдық киім орталығының ашылуы қаладағы мүжәлсіз отбасы балалары мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін үлкен көмек болды. Сондай-ақ жылдың соңына дейін оңалту орталығының балғындары мерекелік киімдермен тегін қамтылатын болады. Бұдан бөлек ай сайын көп балалы аналары мен кейбір қайырымдылық қорлардың қамқорындағы 30-дан астам балаларға да тегін қызмет көрсетілмек. Биыл жастар жылды үкімет қолдап жатыр. Келініміз
осы бағдарлама бойынша жастар жылына грант алып, осы Каусар деген қызымыздың атына осындай прокат ашып не қылып еді. Соған үкіметке рахметін айтамын. Қосымша жұмыс деп, әрі үйдің жұмысына енді бұл келінімде бір ата емес, екі ата бар, солардың жағдайын жасайды. Өте ыңғайлы, енді үйдің қасында, үйдің жұмысына да, баласына да қарайды. Енді үй шаруасы да жетеді, соған да қарайды, бәріне үлгерем деп осы жобаны бастап жатыр. Тек жобасы оңынан бола берсін. Мына ғимаратты жадыра өз қаржысына салған, ал жоба аясында берілген алғашқы 500 мың теңгеге орталыққа қажетті тұрмыстық құралдар мен сәнді киімдерді сатып алған. Қалған 500 мың теңгесіне бойшаң қуыршақтар мен ертегі кейіпкерлерінің киімдерін алуды жоспарлап отыр. Дендеріне саулық беріп, тыныштық қана аманшылық беріп, істеген істеріне алға ұмтылуына, талабына талап жаудыра көр, Алла тағала қолдайдыр. Алла. Сәуле Жоманбетқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар. Жаңаөзенде жас өнертапқыштар қатары толығуда. Жасампаз робототехника үйірмесінің оқушылары облыстық республикалық жарыстарда топ жарып, қала намысын қорғап жүр. Олар бүгінде ақылды қала даяшы роботтармен көпке белгілі. Солардың бірі 12 жастағы Қожахмет Түгелбай мен Қыдырғожа Нағымжан. Үйірмеге қатысқандарына 1 жыл болған. Олар аз уақыттың ішінде ақылды саябақ ойлап шығарған. Дарынды жастар болашақта робототехника саласын дамытуды көздейді. Ақылды саябаққа автоматты түрде жұмыс жасайтын шатыр, ол адамдарға көмектесіп, көбісі ойлайды ақылды қала дегенде ол тек қана адамдардың көліктерге, ғимараттарға арналған құрылғылар деп ойлайды. Өзім сондай кубик-рубикпен, робототехникамен өзім кішкентай кезімнен бері қызығамын. Ал 6 жастағы Еркін Орынбасар мен Абдырахман Сұлтанбек ақылды автотұрақ ойлап шығарған. Олардың айтуынша жобаны дайындауға 1 ай уақыт кеткен. Ұстазы бұл балалардың алғашқы туындылары дейді. Қазір 21 ғасыр технологиялар заманы болғандықтан балаларды робототехникаға болу керектігін айтады. Анықтайтын датчик, ол деген табайтын машиналар кіргізеді, табайтындар кіргізбейді. Орын қалса свет жанып тұрады, орын қалмаса кіргізбейді. Қыста мотор қатып қалмашының астында ысы жіберетін вентилятор қойдық. Біздер көбінесе сол әлеуметтік жобалар көп аса мән береміз. Біздер енді жақын арада кішкентай балаларымызды жасаған аналарға көмектескісі келіп, қоқыс тастайтын ақылды смарт-бокс деген жобасын жасады. Кішкентай балаларымыз бұрында енді жасалып көрген, оны ары қарай дамытып жатыр. Сондай сияқты, сосын қашықтықтан үй жануарларын суару, тамағын беру деген сияқты, сондай жобаларға қатысып облыста. Бүгінде үйірмеде 70-тен астам бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың көбісі өздерінің тың идеяларымен таңғалдырып, көпке үлгі болып жүр. Үйірме басшысы алдағы уақытта жастар ресурстық орталығымен бірлесіп, қалалық жарыс ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Айнұр Мейрамбайқызы, Баққали Зиятинов, жаңалықтар. Республикалық бала шабыты байқауынан жаңаөзендік өнерпаздар жүлделі оралды. Халықаралық деңгейдегі додаға мұнайшы мәдениет үйінің жанынан құрылған жыр терме үйірмесінің 32 оқушысы қатысып, барлығы да бос қайтпады. Жеке және топтық өнер көрсетіп, гран-при мен жүлделі орындарды қанжығалап, аймақ абыройын асқақтатып келді. Бала шабыты байқауы 6 шілде күні Нұр-Сұлтан қаласы күніне орай ұйымдастырылды. Қатысушылар дәстүрлі ән, жыр терме, вокал жанрлары бойынша үлкен сахнада бақтарын сынады. Жаңаөзен қаласынан қатысқан 32 оқушының 3-і гран-при, 11-і бірінші, 3-і екінші орынды қанжығалап қайтты. Астана қаласына барып, 2 гран-при және 2 бірінші орын алып келдім. Мен осындай Астана қаласына барғаныма қуанамын. Және Алматыға да барып келдім. Осы домбыра үйірмесіне қатысқаныма 3 жыл болды. Астана қаласынан Гүлшейлі өмір әнімен бірінші орын алдым. Бұған дейін Астана, Алматы қалаларында және осы Жаңаөзен қалаларында бірінші орын бас жүлде алып жүрдім.
Байқау халықаралық деңгейде өтті. Еліміздің барлық аймағы мен өзге мемлекеттерден де өнерпаздар қатысты. Шарт бойынша жеке орындаушылардан бөлек топтар да өнер көрсетті. Жаңаөзендік Ақмаржан тобы халық әнін қалықтата шырқап жүлделі бірінші орын иеленген. Біз Ақмаржан тобымен Ақбұлақ халық әнін орындап бірінші орынға ие болдық. Менің осы үйірмеге қатысқаныма 8 айдай болып қалды. Мен ұстазыма өте көп рахмет. Мәдениет үйінің жанынан ашылған жыр терме үйірмесінде 50-ден астам бала дәріс алады. 20 жылға жуық уақыттан бері дәстүрлі ән орындауды дәріптеп жүрген үйірме жетекшісі Дәмегүл Ізбасарова талай сайыстарда топ жарып жүрген талантты шәкірттерімен мақтанады. Халық әндерін, термелерді жақсы деңгейде шеберлікпен орындайды. Қазір көптеген балдарының бәрі өзі орындау деңгейі өздерінің жастарына лайықты. Жақсы деген атақтың бәрін алып жүріп, ар жаққа конкурстарға барғанда жюрилердің, сол жаққа келген, әр қаладан келген өнерпаздардың жетекшілері бәрі мақтап жатады. Өнерлермен көпшілікті тәнті етіп, таланттарымен таңдай қақтырып жүрген бүлдіршіндердің дәстүрлі өнерге деген ынта ықыластары ерекше. Жеңімпаздарды қарсы алып, жеңісімен құттықтаған өнер мекемесінің басшысы оларға үлкен үміт артып, бұдан да биік белестерді бағындыратынына сенім білдірді. Әсел Алдашева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.